Текті сөздің төресі терме. Жас термешілер байқауы. Аққу мойын домбырам, құралған 9 пернеден, алдыңа келдім айтпақ боп насихат сөз дау термеден. Арадақты туған ередім, ақыластарға өшөлдеген, бүгін келдім ортаңа кеудемді орап зердемен. Тойған бір болсаң тобағыл, ей тойған бір болсаң тобағыл, аштығың тұрсын есіңде, түстігі жомарт дүние қаперсіз деме бесінде. Орылық өстен аулақ бол, қадірің дау кетірме, бүлінсең қалай жүрерсің мынау бір жердің бетінде. Жырымды жақсылыққа жаратамын, қанатын қара өлеңнің қаратамын. Майлықожа мәделі құлыншақтың тарихта орны бар әр атаның, тамырын тереңге жайып жатыр қара шаңырақ боп қалған қара тауым. Армысыздар өнерсүйер қауым. Түркістан облыстық мәдениет басқармасының ұйымдастырып отырған текті сөздің төресі терме атты жас орындаушылар байқауын бастауға рұқсат етіңіздер. Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған облыстық текті сөздің төресі терме. Жас термешілер байқауының қатысушыларымен таныс болыңыздар. Талғат Балжан, Бәйдібек ауданы. Шалыбай Ақнұр, Келес ауданы. Гүлбану Шалабаева, Созақ ауданы. Жамбыл Ақжол, Сарыағаш ауданы. Ердәулет Келдібек, Арыс қаласы. Нұрбек Ескермес, Ордабасы ауданы. Бекзат Боранбаев, Мақтарал ауданы. Өскенбай Көкен, Түркістан қаласы. Жалғас Мүсір, Төлөбе ауданы. Өсербай Ақжол, Қазығұрт ауданы. Жұмаділ Серік, Түлкібас ауданы. Қуаныш Мұқатай, Кентау қаласы. Абылай Аманбаев, Жетісай ауданы. Ерсін Аман, Сайрам ауданы. Әйгерім Орынбасар, Сайрам ауданы. Ербол Ұлманов, Шардара ауданы. Алмат Қоштай, Отырар ауданы. Жас термешілердің өнерін саралайтын қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазақ ұлттық өнер университетінің дәстүрлі ән кафедрасының аға оқытушысы, өнертану магистрі Нұркенов Телман Тілегенұлы. Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Қазақ ұлттық өнер университетінің аға оқытушысы, Қазақ концерт мемлекеттік ұйымының халық қазынасы бөлімінің әншісі Шалдарбеков Ерболат Заманбекұлы. Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, Республикалық термешілер байқауының жеңімпазы, Шымкент саз колледжінің аға оқытушысы, терме сазы, Нартай сазы, оңтүстіктің 100 термесі жинақ кітаптарының жинақтаушысы, Мөңке би атындағы медаль иегері, қазылар алқасының төрағасы Спатаев Жақып Сынабайұлы. Сайысқа қатысушы жас термешілер байқау шарты бойынша оңтүстік өңірінің өнерін бір жүйеге келтірумен насихаттау мақсатында жарық көрген оңтүстіктің 100 термесі жинағына енген шығармаларды орындайды. Ендеше құрметті көрермен, облыстық текті сөздің төресі терме жас термешілердің онлайн байқау қатысушыларының өнерін тамашалаңыздар.
ötken aylar Su bola bermez күнде Қадірлі досы бірге жүргеніңде Дос өтер, қызмет өтер, байлық өтер Не жетер ойнап күліп жүргеніңе Дос өтер, қызмет өтер, байлық өтер Не жетсін ойнап күліп жүргеніңе Көкірегіңді көтере берме жолдасыңа Тиеді таяқ болып ол басыңа Қиналған жолдасыңдай күлкі қылма Кім кепіл сенің сондай болмасың ей Қиналған жолдасыңды күлкі қылма Кім кепіл сенің сондай болмасың Жүре біл жолдасыңды қорғап аман Қолыңды бер қиналғанды болма надан Дос болып шарытпайды-ау күні үшін Алдыңда бәйек болып жорғалаған Дос болып жарытпайды-ау күні үшін Алдыңда бәйек болып жорғалаған Жамандар жүрегіңді шаларайды Арасын достықтыңды алалайды Шын досың
тиыныңдай бірге болып, шын досың тиының қарамайды. Шын досың қиыныңдай бірге болып, шын досың тиының қарамайды. Сұраймын шамандарға қосылмасқа, сен үшін болмасын сәу, қиналмасын деген бар дұшпан қарар аяғың. Қарайды нағыз адал досың басты деген бар дұшпан қарар аяғыңа. Қарайды нағыз адал досың басқа деген бар дұшпан қарар аяғың. Қарайды нағыз адал досың басқа деген бар дұшпан қарар аяғың. Қарайды нағыз адал досың басқа. Көктемде күн күркіреп, жаумай жауын көгермес, сепсең тұқым жер жасына. Жауыннан бақар алған әрбір нәрсең, көгерер 40 жыл жауын жауса дастан. Бір тумақ атадан сен 10 болсаң да, әрқайсың отаныңа басқа-басқа. Қолына білмейтіннің түссе гауһар, бұл не дейді алтын бекен жезбе мыспен. Құлақ сал ал жақсылар кеңесім, мейі бұлғытпай сөйлеймін мен емесін. Жеткізсін әркімді де тойға, Құдай бұл тойы құтты болсын егесін. Бұл дәурен ойлап тұрсам ақы, дүниеде бірден бірге мирас шығар, артыңнан жастар өсіп ер жетеді. Жасыңнан жастай жаман қылған ісің, алдыңнан ақыр шығып кездеседі. Еліңе адалдықпен қызмет етсең, басыңыз бесіктегі түргөтеді. Жақсымен сұхбаттассаң деген мақалы көтеріп көңіліңді тербетеді. Арнайы осы жерге келгеннен соң азырақ шырқамасам нем кетеді. Әр жерде шықпай жүрсе жаман атымы, әйтеуір боп жүрміз бір жаман ақын. Осымен мен өлең дауды қарамын, сіздерден тілеп қалып саламатым. Мададайдым, мададайдым, мададый, ядадый. Жігітке ақыл айтсам еремеспей, өзіңнен үлкен менен ерегеспей. Атанаң тірі болса үшін берекең, мысалы шалқып жатқан көлемеспей. Алдыңда арқа сүйер ағаң болсай, жігітке асқарала белемеспей. Кемеңгер сыйласымды жеңген болсай, қазына таусылмайтын кен емеспей. Кемеңгер сыйласымды жеңген болса, қазына таусылмайтын кен емеспей. Ақылдау алған жарың жақсы болсай, өзіңнен анық бірдей тең емеспей. Артыңда әлің болсай, қолың ұзын,
қолыңдау тоңдырмайтын жеңемес пе? Ер жетіп ол балаңыз билеп тұрсай, Алланың сүйген құлы сол емес пе? Қыз балаң көрікті боп пісіп тұрсай, үйдегі шын асылың сол емес пе? Келінің әдепті боп күтіп тұрсай, ол дағы шын байлықпен тең емес пе? Құдаң мен құдағиың жақсы болса, дарияда бірге жүзген кем емес пе? Құдаң мен құдағиың жақсы болса, дарияда бірге жүзген кем емес пе? Ақыл мен аймағына жігіт жақсай, өзінше ол бір патша бек емес пе? Жездең мен тағы бірі күйеу болар, күйеуің жақсы болса сүйеу болар. Жезденің ең жақсысы әкемен тең, жығылып қисайғандай тіреу болар. Тағы да бір жиен мен нағашыңдай, білмеске-ау ақыл айтып ағасындай. Нағашың жиен менен ол да жақын, бар болса-ау алыс беріс арасындай. Қайнатаң қызын берген қайынненің, көтедай көптеп үміт болар сенен. Асырап саған бағып бермедім ей, жүрегін айырғандай бір денеден. Осының бәрінің де еңбегі бар, болады-ау жақсылыққа құдайым жар. Ата-енең, әке-шешең бәрі бірдей, ұмытпай қыз бен жігіт есіңізді ал. Ата-енең, әке-шешең бәрі бірдей, ұмытпай қыз бен жігіт есіңізді ал. Сөзімнің тартылмаған белдігі, бес-алтауы сөшелі, қозғаған соң көңлімді, салайын дедім ортағай білсін деп сыншы елімді. Сөйлесін деп берген соң орамды етіп тілімді, сіздер үшін жан қинап аямаймын барымды. Көптен көріп үйрендім, болмасам даударынды, таптамаңдар азамат аяқау басып барынды. Жақсы етсін азамат қасыңдағы жарыңды, жаман болса шығарар шырқыратып жаныңды. От жақпай-ақ қайнатар сақырлатып қаныңды, қап-қараңғы түнетер жарқырап атқан таңыңды. Қорқақ етер қанша бір мүсәпір етіп батырды, бажылдасып ұрысып шығарар жаман атыңды. Ондай әйел кез келсе бәлеге басың шатылды, әйелдің шолау жіңішке сақтамаса кішілік. Жолдас болып көппенен жасай алмайсың кісілік, жаман атап сыртыңнан қалмай бір қояр өшіге. Білетін сонау әйел бар, айтқаныңда түсініп, ашуланбас бұртиып, қолыңау әкеп су құйып, жүгіріп жүріп жайнаңдап, қуаныштау жайраңдап. Үйірі балалар өзіне сырыңды біліп айлаңдап, жөнсіз қылып таппайсың сөйлейін десең қайраңдап. Үйіңе келген қонағың қайтқандай болар сайраңдап. Жаман әйел істеме,
жұтқандай шайнаңдап, еркелеген болады, еберсі болып шалжаңдап, бетінен алған қайтпайды бірдеме десең шалжаңдап. Бұл сияқты әйелдер пешенеге зор болмақ, жарымдай жігіттің қалайын шоқшыл болмақ. Өз-өзінен еш нәрсе істей алмас жалтаңдап, қасында қау сүйгені соңырай босау жалтаңдап. Қор боларсың бір күні құры сүйіп қаңқаңдап, жүре алмайсың елменен ер жігіт қосақ талтаңдап. Көп соңынан ересің көтерем қойдай айдай ақын. Салбандап жаратқан Құдай пендесін, ау жалғанда аманатжан теңдесін. Мақұлат дейді ғалымдар, бір тәңірден өңгесін. Өткенші жалған дүниенің ойлағын қайтып келмесін. Атаның жүрген жолын баласын ағып көмбесін. Екі ләшкар жанаса елеулі болған ергесін. Тарпынып тұрған бедеуат талас болған жердесін. Жақсымен сұхбат болмаған не парақты тергесін. Ишарат қып айтқан сөз көкірегі көргесін. Құлақ салып тыңдаңыз Майлы Қожаның ағаяқ ол термесін ай. Көтерілер әруағың, ал халық қалап қолдаса, қисық ағаш түзелер, тезге салып мұрласа. Ақ тұйғын қыз әлегер, алдын жайып тұрласа. Арғым ағаш шығылар, алдын қазып ұрласа. Әркім болар ағайын, дастарханың мол болса. Баладан туған не пайда, ісіңді қолдан алмаса. Бірің екі болады, ісіңді Құдай оңдаса. Жігіттің бағы қайтады, ағайын жұртың ағаяқ ол алдасай. Жоқшылық жаман жалғанда, ау кедергі болар ісіңе. Төрт түлігің сай болса, қару қосар күшіңе. Жоқшылық етер жасқанша, бер алмай сүйген кісіге. Өдесінен шыға алмай мәміле қылған кісіге. Шешіліп сөйлеп кір алмай көпшіліктің ішіне. Әттең деумен жүрерсің тісіңді басып тісіңе. Жоқтың да күні армандау, барлардың өңмен ағаяқ оу ісіне ай. Ашылсын болат көмбеден, ай сөз сөйлейін термеден. Парыздар болсаң жаманнан, жүгіріп келер дембеден. Мен де тудым атадан, артықсың ба сен менен, деп шықпай ма кейнадан, мұрнының астын көрмеген. Болымсыз туған бозбалай, басында батпан міні боп, кіс айыбын тергеген. Дәулет бітсе жаманға, сәлем берер жеңбеден. Алдыңдағы жақсылар, ақынын сөйлеп бүрлеген. Ақын елдің тұлбары, кетпеден басы кермеден. Көргеннен соң сіздерді көңілім өсіп желдеген. Ағайын, көңілім өсіп желдеген.
тоғыз пернеден қолыма алдым айтпақ боп насихат сөздау термеден аруана тектес ұл едім ақыластарға шөлдеген бүгін келдім ортаңа кеудемді орап зерменен бүгін келдім ортаңа кеудемді орап зерменен өзіңнен басқа жан жоқтай өмірдің ерген көшіне артықпын деп өзгеден ақылың болса есірме өзім болсам екенді өзгенің отын көшірме қолыңнан келсем жәрдем бер қолдауы жоқ жетімге қолыңнан келсем жәрдем бер қолдауы жоқ жетімге адасқанға орғазып асығыс барма шешімге әділет құрып салтанат ертеңгі күні өкінбе деген ойдан аулақ бол не істесем өзім еркімде айласы жоқсың жалған тұрғызба сен ау сертіңде айласы жоқсың жалған тұрғызба сен ау сертіңде тойған бір болсаң тобағыл тойған бір болсаң тобағыл аштығың тұрсын есіңде түстегі жомарт дүние қатерсіз деме бесіңде ұрлық үстен аулақ бол қадіріңді ау кетірме білінсе қалай жүрерсің мынау бір жердің бетінде білінсе қалай жүрерсің қара жердің бетінде құмар бол жастай білімге кіндігің қызыл тілінде сәл нәрсеге шалқайып сәл нәрсеге бүлінбе жастарға үлгі болатын жақсы сөз қалдыр тіліңде өзекті жалғар бір өлім өлмеймін деп ау түбінде өзекті жалғар бір өлім өлмеймін деп ау түбінде келгендер мынау жалғанға өтеді ау түп ау арманда сен де бір күн жөнерсің қойнауы суық аңғарға үш күнсіз көйлек киіп қараңғы өрлеу салғанда өкініш тастап кетерсің артыңа тірау қалғанда өкініш тастап кетерсің артыңа тірау қалғанға артыңа тірау қалғанға бес ғасыр бұрын құрған хандығымның тарихын таңға жайып тағақтардым күресіп шауға қарсы соларменен ілесіп талас бардым созақ бардым еділ жайық жағасын оймен кезіп Хорасан Сырдариядан әраттармын байлауы бекем болғаны бес ғасырдың әр бетен пайым менен парақтармын мен бүгін ен даланың егелері ерлігін танытайын қазақтардың мен бүгін ен даланың егелері ерлігін танытайын қазақтардың кімсің деп сұрасаңыз бүгін менен қазақпын азатпын мені бүгілмеген астынан алты қырдың жауға айдарған тұяғы тұлпарымның дүбірлеген қосылып керей жәнібек қол бастаса тізесі дұшпанымның дірілдеген бұрындық қасым ханның заманында
Қарамай алдыңа кеп жүгінбеген тәуекел есім ханның әйі саманындай етегі елдігімнің түрілмеген Хақназар тұрсын ханның тұсында да құламас туырлыққа түңілгенін әйгілі әз-Тәуке мен Жәңгір ханда сүрілуден хандар салған сүрінбеген 300-ге бас болғанда хан Абылай бөлік сап кірбедей күміргеден кешегі хан кеденнің кезінде де қылышы сай келіп өтқынын менен бүгінгі Нұр Сұлтанның заманында азатпын тіліммен де дінімменен осындай тұлғалардың арқасында көгімде күннің көзі күлімдеген ендеше ерлер үшін үлгі тұтып ел болайық бірлігі бөлінбеген ендеше ерлер үшін үлгі тұтып ел болайық бірлігі бөлінбеген Бабамыз епті дейік текті дейік шет алмай бейбіт күнге өтті кейіп оқтыртып жас ұрпаққа ен досына мәңгілік ел болуға бет түзейік шалқыған бұл 5 күнде 5 ғасырдың арман мұңы жатқанын жеткізейік бабамыз батыр болған дей бергеншек баламыз батыр болсын деп тілейік бабамыз батыр болған дей бергеншек баламыз батыр болсын деп тілейік тәуелсіз елміз бүгін таптамашай бақытты сұрамаймыз хақтан асай ел кезіп шер жастанып жүрген жоқпыз баяғы ұғын түрікпен сақтамашай тілегім кейінгі ұрпақ сол тарихты жарар ет табан қасап таптамасай біздерге сын болмай ма мін болмай ма ерлігін өткендердің мақтамаса күні түн ел қорғаған бабалардың үмітін ұрпақтары ақтамаса екі қазақ қалаған хандығында 18 миллион қазағын сақтамаса екі қазақ қалаған хандығында 18 миллион қазағын сақтамаса Қадірлей атанаңдау тірісінде бірің бақ бірің байлық ырысындай алдындау атанаңның бағаланбас алтынды гауһар жауһар күмісіңдей анаңды аялай біл ақ сүт берген төрт бөліп тәтті ұйқысын түн ішіндей әкеден қарғыс емес алғыс алсын жұмақтың кірімде сал күмішіней байлап бақ атанаңы жынды болсай бұл нақыл үлгай қыз бен ұл ішіндей себебі дайын олар о бастан ақ балам деп отқа түсіп өшігей себебі дайын олар о бастан ақ балам деп отқа түсіп өшігей термелеп сөз айтайын саналығай бұрынға өлмесін деп бабам ұрай қарайлау атанаңыз налымасын қарайла қайға алмасын қабағынай ұрпаққа ұлағаттай болғың келсе сыйлағын әкенідей ананыдай атаңа не жасасаң алдыңа сол келеді деген мақал бағалыдай аялап алақанға ұсап өтпесең жәннаттың иісі бармас танауыңай ғаламның ғаламатын жиып терсең
Anаңның татым айдау табанынай, қаламның қаламатын жиып терсең, анаңның татым айдау табанынай. Жамағат жақсы білер жұма барған, өмірдей артық жан жоқ ұл анаңнан. Анаңдау сыйла деген пайғамбардай, қолынау қасиеттай Құран алған. Тіріңдей төбеңізге көтеріп жүр, шуағай шапағаты шығар алдан. Жатыр ғой күні біткен күнде кетіп, құтылмас ешкім қажып сұма жалдан. Сан соғып қалмағайсың асылдардан, басыңнан көшкен шақтай мына жалған. Орыны ойсыраған тола қоймас, жетігін жер бауырлап жылағаннан. Орыны ойсыраған тола қоймас, жетігін жер бауырлап жылағаннан. Өсиет айтам жайсаң жамағатқа, керегін алар әркім саралатпай. Қараусыз қалдырып жүр ата-анасын, кейбіреу жеткеннен соң балиғатқа. Күнәсін Құдай оның кешермеген, қалған соң надан дейтін жаманатқа. Әлпештеп жүргендер бар ата-анасын, қайтейін қара шендау қаралаттай. Солардың барлығыны тәубе деймін, бақыттың басы дайым қанағаттай. Ағайын ата-ананы ардақтайық, сай болып адам дейтін саналаттай. Ағайын ата-ананы ардақтайық, сай болып адам дейтін саналаттай. Жетім балар егерден, арынды біреу лайласып. Бақ жетім болар егерден, бағынды біреу байласып. Қыр жетім болар егерден, қыратқа гүлдер толмаса. Сыр жетім болар егерден, сырласар досың болмасой. Дал жетім балар егерден, төрілігі болмасой. Адал істі арам деп, аяққа салып таптосып. Сәбилер жетім егерден, ертерек кетсе анасы. Мәңгілік жүректе қалады, жетімдіктің наласы. Анасындай болмайды әкелердің данасы. Зілді сөз айтып туыс қып, бекерден бекер ұрыс боп. Көңіл
көңілі бірге кетпейді, жақын тартып жуыспай. Жүректе жатса арамды, таппассың одан адалдық. Абайламай сөйлесең, алдыңнан шығар жаманды. Сағаттар сырт-сырт соғады, уақытта алға озады. Көктем келіп күзге теп, сарғайып өмір солады. Табиғат заңы қаталды, бейне бір жанға батады. Ертерек кетсе үйірден, маңғаздар сыздап жатады. Ертерек кетсе үйірден, сыздап жатады. Toxtalmasan, ırqalıb bir pazlanıb
жандар бағынады. Дүниеге келгеннен соң сапарланып, қайтуың сол жол менен қашанданық. Пысықсып жүргендерде ертелі кеш, аяғын үзеңгіге артар барып, бөлінбей байменкедей кете барар. Бір жіпке ажал деген арқандалып, орнатқан тасқамалың жәрдем бермес. Тұз дәмің таусылған соң татарғанып, жауыңнан бұрын барып жаяларсың. Оқтаппай жүрсең дағау атарғанық, тірісінде сыйласпаған несабаздар жатады бір қорымға қатар барып. Тірісінде сыйласпаған несабаздар жатады бір қорымға қатар барып. Өмірдің сол емес пеу жалғандығы, жаныңды шырқыратып алғандығы, азабын ақыреттің сезінерсің, ақаңдап қазған көрге салған күні. Тәніңді жаның тастап қашу азап, қинайды әсіресе мал жандыны. Көз жасы перзентіңнің ол да қиын, жадында сақтаған жөн әр жан мұны. Алланың ұйғарымы уәжіп деген, деп жүрме қай кітаптан алған мұны. Пенденің әр қадамы бақылаулы, қашқан мен қайда барып жазған құлы. Пенденің әр қадамы бақылаулы, қашқан мен қайда барып жазған құлы. Жалғанның үрейледі атын еткен, өтерміз ақыр түбі қасіретпен. Ұяттан бас көтеріп жүру қиын, қарасақ жолымызға басып өткен. Сонан соң жабат оқып жатқандаймыз, жаралған пендеміз деп сасық еттен. Ертеңге сабақ болса бір ғанибет, бүгінгі ол қылықтар қапы кеткен. Кетеді ерден зейін байдан пейіл, хабары болмаған соң ақыреттен. Маңдайды тасқа соғып опынған соң, Алланың еске аламыз атын еппен. Маңдайды тасқа соғып опынған соң, Алланың еске аламыз атын еппен.
адал ниетін көрдеген, шапсызды жігіт адам етер деген, ерінді еңбек етіп талап қылған, көздеген мақсатың ау жетер деген. Алғыс ал алтын алмай көпшіліктен, алғыспен ерге көрер өсір деген. Артында ескі аларда ят қалмасай, өмірдің өткергенің бекер деген. Артында ескі аларда ят қалмасай, өмірдің өткергенің бекер деген. Елемес көптің сені атқан жүгін, қашымай мойын қалып көтермеген. Қызыл тіл өнер алдай деген мақам, сөз табар қиын жерде шешен деген. Түліккір тауып айтсай қылыштандай, енені жараламай кесір деген. Үйеннің шиеленген барлығындай, сөйлесіп тілмен адам шешер деген. Үйеннің шиеленген барлығындай, сөйлесіп тілмен адам шешер деген. Асынып көкке қарсай оқ атқаннан, ұғысы көкке бармай өшір деген. Қадірлі көпшілікке болса басын, көпшілік қиғатыңды кешір деген. Өзіңді бір ұятқай кездестірер, ақылсыз жолдас болсау бесерменен. Өзіңді бір ұятқай кездестірер, ақылсыз жолдас болсау бесерменен. Және хадис сабыр етсең, түсініп мағынасын қабыл етсең, сүрініп мақсатыңа жете алмайсың, асығып бұл хадистен қалыс кетсең. Сүрініп мақсатыңа жете алмайсың, асығып бұл хадистен қалыс кетсең. Пайғамбар өзі жазған болған істай, Құраннан мен оқыдым бұл хадисті. Жолынан шайтан тегеу аздырмайды, сабырмен істесеңіз қылар істі. Жолыңнан шайтан тегеу аздырмайды, сабырмен істесеңіз қылар істі. Бір әйел тандырына оттап жағып, қараса намаздыгер боптау қалып. Алдымен намазымды оқып алып, алармын содан кейін нанды жауып. Алдымен намазымды оқып алып, алармын содан кейін нанды жауып. Сол сәтте ойнамаққа отқа келіп, әйелдің ұлы келді шайтан кіріп. Намазын бұл әйелдің бұзайын деп, баласын жіберіп тау отқа итеріп. Намазын бұл әйелдің бұзайын деп, баласын жіберіп тау отқа итеріп. Содан соң әйелге де хабар жетті, ұлыңыз отқа түсіп кетті депті. Алдымен ұлыңыз
ұлыңызды құтқарып ап, содан соң намазыңдай оқы депті. Алдымен ұлыңызды құтқарып ап, содан соң намазыңды оқы депті. Ұлымыз болды үмбет бала сау деп, отқа түссе сол ғой оның ай жаза сау деп. Намазын бұзбай анай оқи берді, Алла берген Алла оның пана сау деп. Намазын бұзбай анау оқи берді, Алла берген Алла оның пана сау деп. Сәлден соң әкесі де істен келді, әйелде намаз оқып біткен еді. Қараса ұлы шоқпен ойнап отыр, қараңыз бұл Алланың кереметін. Қараса ұлы шоқпен ойнап отыр, қараңыз бұл Алланың кереметін. Намазда неше есе сауап барын, пайғамбар айта алмапты санап бәрін. Біреуді біреу қазау ете алмайды, Алланың өзі алмасау жаратқанын. Біреуді біреу қазау ете алмайды, Алланың өзі алмасау жаратқанын. Біреуді біреу қазау ете алмайды, Алланың өзі алмасау жаратқанын. Ата-анаға құрмет кеміп барады, соны ойласам жаным менің жаралы. Жас өргендер өрге кірек бүгінгі, үлкендерге бас июі шамалы. Ата-ана сен туғанда қуанған, ұрпағым деп сені сүйіп жұбанған. Ер жеткенде бағар деген үмітпен, еркелеткен талабыңды құп алған. Әр ата-ана лайықты құрметке, өскеннен соң парызды өтеу құрметті. Қатарынан кем болмасын балам деп, отқа төсті суға олар әлбетті. Кесір ұл қыз сыйламастан қайқаяр, ата-анасы күйер ерте қартаяр. Күнделікті жұмсақ сөйле оларға, жылы сөзден қуат алар марқаяр. Ата-анасы жоқтар да бар арада, сен қандайсың ойлан оған қарада. Саған қарап оның жаны ауырар, тұз сепкендей жүректегі жараға. Сені бақты немересін жетелер, ақыл айтар қателігін түзетер. Қарттар сөзін сен құптасаң ол тыңдар, саған кезе келді оларды мәпелеп. Ата-ананың алғысын алын ал етпе, қарсы шығып әр сөзіңе иғап етпе. Ол қызыңа берсең теріс өнеге, олар салар сендердер тең әлекке. Анаң өліп әкең қалса не шара, әкең сонда болады шын бейшара. Қажеттерін сұрай алмай жаутаңдап, ол келінге үйет алмай дау ишара. Өлгеннен соң өкіргеннен не пайда, естіме сол сен мұндасың ол қайда. Ізет көрсет аялай біл тіріде, сабыр менен баға беріп әр жайға.
Sen olарды сыйламасаң тіріде, халық сені бағалай қоймас іріге. Құран түсір Алла разы болсын деп, намазарына әр уақын ау әр кезде. Сағыңсынып өкінішті жүрмегін, жас кезіңнен дұрыс мұны білгенің. Атанаңды жас кезімде қадірле, осы жайдау жөн құлаққау үлгене. Атанаңды тірісінде қадірле, осы жайдау жөн құлаққау үлгене. Айтады лайық сөзін заманға, әркім қылар қошемет Құдай берген адамға. Еңбек қылған ер жігіт біреудің малын бағармай, талап ілім болмасау сөз жүйесін табармай. Ағарғаны шашыңның ажалдан келген хабармай, ауырғаны беліңнің алайын деген амалмай. Ісіңді Құдай салмасын, жетесі жоқ жаманғай. Басыңа қиын іс түссе, жақынның жаман жолықсай. Ұстап берер табанда, итере салар аранғай. Көптен бері көрмеген, иіліп сәлем бермеген. Алдымдағы ағалар ауданың тегіс аманғай. Осындай кезім келгенде, сөйлегің ақым дегенде, дидарыңнан садағай. О, 40 пен 30 ішінде құтырған кезің базарың. 50-ге жасың келген соң қалпында тұрмас ажарың. Бір-екі ауыз сөйлейін алдымдағы ағайын, пәс болмасын назарың. Ал атаның қадірін айтайын, ананың қадірін айтайын, балаға деген ықыласын санаға салып байқайын. Туғанымда қуанған, дүние малын бұланған, аман болса балам деп Алладан медет сұранған. Жәрдемің ай жараған, қабағың ау қараған, жолаушы болғай кеткенде сағынып келген даладан. Мүнәсіп атқа міндірген, жарасар киім кидірген, қарны ашар деп кәуәп боп қасыңа тамақ үйдірген. Иығына міндірген, жерге қимай қоярғау етегіне сидірген, 62 тамырын әуелден Құдай идірген. Ей мектепке бербей жасымда, танытып құбыла білдірген, жыласаң көңілі жүдеген, қуансаң тасып өдеген. Көрігіңе көңілісіп, Алладан өмір тілеген, әкемдей құбыла қамқорың табылмас мынау дүниеден. Мейірбаның ей жан әкей, әкемде өлмес болсайшы, қасырет болып көңілге қалада бермес болсайшы. Әкенің қадірін ұлы мен қыз тіріде кезде білсең шай.
көтерген, мехнат тартқан төтемнен еңбегінде етөлген, зиярат қылып сиянсам кемеміз құбылан Меккеңнен. Қадырын оның білмесең, қызметіндай жүрмесең, арам залым болғаның, ұрғаны Құдай жетеңнен. Жақсылық қылған тірің-ай, жамандық қылсаң тірек-ай, жазаңды Алла тартқызар, орын жоқ жәннат мекеннен. Ай, аузыңа ақ сүт емізген, шайнап тамақ жегізген, осы бір жарық дүниеге себепкер қылып келгізген. Құйрық шайнабай май берген, құндақтап жерден жай берген, оның қылған қызметін күнменен жұлдыз ай көрген. Анаңдай ғазиз мейірбан, табылар саған қай жерде, аңылдап даусың шыққандай, шықпаған жырақ қасыңнан күйзеліп жанай ашыған. Ай, қараңғыда жыласаң, таныған көрмей даусыңнан, мейірімді суға қандырған мехрибан бар ма осыдан? Алла пайғамбардан соң күл жақын досыңнан, қияметке кеткен жай өлшеулі өмір өткеніші, көбелектей айналып пәруана болған басыңнан. Ай, ақ етегін сарылтқан, ерніңе емшек барытқан, қарныңа қорек дарытқан, беліңнен батып ой бұлғансаң, желкенбей жуып арылтқан. Ай, мұздайда бесік таянған, жыласаң шошып оянған, анандай қамқор бар мекен жаныңа жақын саяңнан. Оның қызметі сенен не болар жаның аянған, аязды күні айналып, бұлытты күні бұрылған, жас нәресте күніңдай қайрылып келген қырыңнан. Ай, ыстық бенен суыққай, перзенті үшін ұрынған, дүнияда Құдай жаратқан, мехрибан қылып бұрыннан. Қар құрсағын кеметкен, қасем шегін жібіткен, аңылдап жатып ауырсаң, жанында жасын кеметкен. Айналайын ай деген жан жүйемдай ереткен, бұл дүниеға жалғанда анаңда өлмес болсайшы, анасы кетіп қасіретін балада көрмес болсайшы. Ананың қадірін ұлы мен қыз тіріде кезде білсейші. Ата-ананың қадірін ұлы мен қыз тіріде кезде білсейші. Балқанған жақындарым келіпсің, ертіседен лесір бас қосқанау келіпсің, жүрген жерік думан жүр, сендер елге көріксің, шаршы топқа төгілген, сөздеріңді сағындым, көзге жылы көрінген, өздеріңді сағындым, алтын нұрда көріндім, қолыңды алып көріскен сәлемі осы Жамбылдың. Қайырлы күн, құрметті қазақ елі, барша өнерсүйер ағайын. Бүгінгі таңда Түркістан облысы мәдениет басқармасымен және халық шығармашылығының ұйымдастыруымен Қаратау өңіріндегі жыршылық, жыраулық, орындаушылық өнерге байланысты жас орындаушылар, термешілер байқауы өтіп отыр. Осы байқауда қазылық қызмет атқару көпшілікпен бірге маған бұйырған екен. Бүгінгі таңда мен осы қазақ елінің бір өлкесі Қаратау өңіріндегі орындаушылық
өнер, яғни Майлықожа, Мәделіқожа, Құлыншақ сынды тағы да басқа көптеген ұлылардан қалған әуендер, жыр сарындар, нақыл сөздер елдің халықтың арасында көптеп орындалып жүргенін тыңдап келеміз және көріп біліп, осы байқауда көптеген Түркістан облысындағы жастарымыздың, болашақ өскелең ұрпақтың өсіп келе жатқанын байқадым. Бұл өлкедегі Қаратау өңіріндегі орындаушылық өнердің, яғни ерекшелігі қазақ еліндегі дәстүрлі орындаушылық, жыршылық, термешілік, әншілік мектептерден айқара орны бөлек үлкен мектеп екені белгілі. Сондықтан да болашақта бұл байқауымыз одан да әрі жыршы термешілерге таңды таңға, күнді күнге ұзатып жырлайтын жыршы термешілермен жалғасын табады деген үміттеміз. Жастарымыздың болашағы жарқын болсын. Қаратау өлкесіндегі, Түркістан облысындағы барша орындаушылық өнеріміз шарықтай берсін дегіміз келеді. Осы конкурсты ұйымдастыра отыра Қаратау өлкесіндегі көнеден келе жатқан, ескіден қалған көне сарындарды ел ішіне, халық арасына кеңінен таратып, және әр өңірден орындаушыларды көпшілікке, халыққа таныта отыра, осы Қаратау өңіріндегі орындаушылық мектептің басқа мектептермен иық тіресе көш бойы бірге жүруіне ықпал етсек деген үмітіміз бар. Ал бұл конкурсқа қатысқан жастарымыз бүгінгі таңда әрқайсысы өздерінің орындаған термелерінде бірі Майлықожадан, Мәделіқожадан, Құлыншақтан, бүгінгі таңдағы орындаушыларымыз бен композиторларымыздың шығармаларынан орындап халыққа тарту етіп жатыр. Ал мына қазылар алқасы соның бәрін қарап, мүмкіндігінше әділ шешіп, әр орындаушының орындаған мақамсаз әуеніне мән беріп, мақамсаз әуенмен бірге сөздерінің қабысуы, сөзбен мақам әуендердің бір-біріне келіп сәйкестік танытып орындалу, халыққа елге жетуі, орындаушының термені әуенімен, мақамымен сөзін астастыра білуі барлығы түгелдей қаралып, және қай сөз, қай термешінікі, қай ақын, қай жыршынікі екен, қай мақам, әуен, қай орындаушыдан жалғасын тауып келе жатқанын ақылдаса кеңесе отыра шешімін шештік. Қайырлы күн, қадірлі ағайындар. Түркістан облысы Мәдениет басқармасы халық шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен өткен термешілердің конкурсы үлкен дәрежеде ұйымдастырылған және кәсіби деңгейі енді болашақта үлкен шарықтау шегіне шығады деп ойлаймын. Енді мына орындаушылардың конкурстағы артықшылығы бұл енді мына ұстаз көргендер, ұстаздан арнайы сабақ алып, арнайы дайындалғандар. Бұл бірден көрініп тұрады. Жаңағы біз со жағын орындаушылық шеберлік жағына басымдық бердік. Себебі ол орындаушы ғой. Ол орындаушы болғандықтан халықтың алдына шығады. Халықтың алдында сіздің орындаушылық шеберлігіңіз, оның ішіне домбыра тартысыңыз, жаңағы аспап сүйемеліңіз, аккордеон баяндағы, дауыстың тазалығы, үннің тазалығы, дауыстың бояуы, осының бәрінің үйлесімдігі бұл орындаушылық шеберлік деп аталады. Сондықтан біз мына ұстаз көрген, осы жерде жігіттер мен қыздар бар екен, соны бірден білініп тұрды. Және де осыны біраз орындаушылар болды. Бұл жаңағы өз бетімен үйреніп алған, жаңағы мына дәстүрлі түрде тыңдап үйрену дейді ғой, жаңа тыңдап өзі домбыраға салып, соның кей жерінде жаңағы сөздерінен қателіктер кетіп жатты, кей жерінде әуендерінен ауытқушылықтар байқалып жатты. Бұл енді конкурстың бір жаңағы жүре түзелетін тұстары. Бұл басқа конкурстарда да болады бұндай нәрсе. Оқыған әншілердің, оқыған адамдардың ішінде де осындай бір қателіктер жіберіп жататын дүниелер болады. Бұл қалыпты жағдай деп ойлаймын. Сондықтан бастама өте тамаша. Термешілер деңгейі бұл бастамасымен салыстырғанда, бастама ретінде алғанда өте өнерсүйер қауым. Түркістан облысы мәдениет басқармасы ұйымдастыруымен өтіп жатқан текті сөздің төресі терме байқауы өз мәресіне жетіп отыр.
терме тұнып тұрған тәрбие көздеп жатамыз. Ал енді бұл байқауда ұйымдастырудағы мақсат оңтүстіктің мектебін, терме мектебін қалыптастыру болады. Ал енді бұл жөнінен көптеген іс-шаралар өтіп жатыр, көптеген жұмыстар атқарылып жатыр, оны көпшілігіңіз білесіздер. Ал енді мына байқауға азды кемді мағлұмат беріп өтейін. Жалпы аудандардан келген өнерпаздар өте жақсы деңгей дайындықпен келгендігі көрінді. Әсіресе бізге 3 ауданның өнерпазы өте жақсы дайындықпен келгендігі көрінді. Олар мынау Бәйдібек ауданы, Қазығұрт ауданы және Сайрам ауданы. Осы 3 ауданнан келген өнерпаздар өте жоғары деңгейде өнер көрсетті. Ал енді қалғандарда жаман өнер көрсеткен жоқ, бірақ дегенмен салыстырмалы түрде жаңағы 3 ауданнан сәл төменде өнер көрсетті. Созақтан келген өнерпаз терменің мәтіннен ауыстырып жеді, осындай кемшіліктер болып жатты. Екінші термесінде мақамнан ауытқиды. Негізгі мақсат мақамды бұзбай орындау. Бұл терменің шартында бар. Сондықтан осы жағына қарағанда аздап кемшіліктер болды. Ал енді Жетісай мен Арыс қаласынан келген өнерпаздар да жақсы өнер көрсетті. Бұлардың да дауыстың аздап қырылды байқалады. Содан кейін дауыстың тазалығы мән беру керек. Және тағы да сол мақамдан бұл кісілерде аздап мақамдан ауытқу дей ма, жоқ әлде өз бетінше кішкене өзгерту дей ма, осындай нәрселерді қолданған. Бұл дұрыс емес. Сондықтан қалай орындалды, өз деңгейінде орындалу керек. Мақамнан ауытқуға болмайды. Бұның терменің шартында осылай айтылған. Ары қарап Төле биден келген өнерпаз маған ұнады. Бірақ білесіздер ме, мынау халыққа жеткізу, жүрекпен айту дейді ғой. Осындай нәрселер жетіспейді көп өнерпаздарда. Және Ордабасыдан келген өнерпаз. Осы өнерпаз енді жаңадан бастап жүрген өнерпаз болуы мүмкін. Бірақ дайындалса, осы баладан да жақсы өнерпаз шығады деп ойлаймын. Ал енді көп өнерпаздар дайындығы төмендеу. Мынау ауданнан бері қарап жібергенде байқауға осы үлкен дайындықпен іріктеп жіберсе екен деп ойлаймын. Себебі қанша дегенмен байқаудың аты байқау, оған үлкен дайындықпен, жауапкершілікпен келгені дұрыс. Іріктеп жіберсе екен. Міне осындай жағдайлар болды. Жалпы алғанда мен осындай өнерпаздардың осындай деңгейде өнер көрсеткеніне шын қуанамын. Сондықтан барлық өнерпаздарға ақ жол тілеймін, сәттілік тілеймін, жолдарың болсын деймін. Үлкен рахмет айтқым келеді осы өнерпаздарға. Ал құрметті көрермен, облыстық текті сөздің төресі терме атты байқауда қорытындылайтын сәтте келіп жетті. Майлықожа атындағы арнайы сыйлықтың иегері Көкен Өскенбай, Түркістан қаласы. Құлыншақ ақын атындағы арнайы сыйлықтың иегері Жалғас Мүсір, Төле би ауданы. 5 ғасыр жырлайды арнайы сыйлығының иегері Нұрбек Ескермес, Ордабасы ауданы. 3-ші орын иегерлері Ердәулет Келдібек, Арыс қаласы. Абылай Аманбаев, Жетісай ауданы. 2-ші орын иегерлері Гүлбану Шалабаева, Созақ ауданы. Әйгерім Орынбасар, Сайрам ауданы. 1-ші орын иегері Ақжол Өсербай, Қазығұрт ауданы. Бас жүлде иегері Балжан Талғат, Бәйдібек ауданы. Қадірменді көрермен, осымен байқауымыз өз мәресіне жетті. Байқауға қатысқан барша жеңімпаздарды шын жүректен құттықтай отыра, барша қатысушыларға шығармашылық табыс тілейміз. Аман, сау болыңыздар. Өлшеулі өмір демің бітпей, ажалғау амал барыма келсе тіптей. Бұл дүние сарайынан ертелегеш, күн бітсе қала алмайды ешкім кетпей. Не жетсін бір-біріңмен сыйласқандай, тірі болып жүргеніңде күнің бітпей. Көздеген мақсатың ау жете алмайсың, шынымен талаптанып еңбек етпей. Арақатқа қарап жатып бата алмайсың, шешініп еңбек
етіп терді төкпей, жалқау болсаң ел жұртың жеп көреді. Қалмайды бағаң сенің кеміп кетпей, әр іске уақытында қамданбасаң, қаласың мерзім өтсе қолың жетпей, әдемі әсерлі сөз қайдан шықсын, жіберіп шар тарапқа мейді жекпей. Өнімге дихан байбай қала алмайды, кезінде жырын айдап тоқым сеппей, сөйлетілгені де жан демің бардей. Денсаулық өтпей тұрған өмір барда, еліңнен алып қалма білгеніңдей. Тыңдайтыны ел ішінде теңің барда, сөзіңді көп тыңдаса мақұл көріп, сен аяп тоқталатын жөнің бар ма? Ел жұртың болашағың аман болса, шүкіріп еш нәрседен кемің бар ма? Адамзат бұл дүниеге келген мейман, мен кетпей қаламын деп көңілің алма. Адамзат бұл дүниеге келген мейман, мен кетпей қаламын деп көңілің алма, көңілің алма. Ажалдың аңнайзасы келсе төніп, паналап құтылатын жерің бар ма? Деген сөз бірден бері, ажалға мықтылықпен сенім бар ма? Бір өтіп дүниядан кеткеннен соң, айналып тағы қайтып келу бар ма? Көміліп бір төбешік боп қаламыздей, сонан соң бір-біріңді көру бар ма? Көміліп бір төбешік боп қаламыздей, сонан соң бір-біріңді көру бар ма? Көру бар ма?